Сәлеметсіздер? Жаңағы письмо бар ғой, Мирас. Біздерде утверждение берді ма? Дуайт или Замзагүл? Дуайт берген жоқ, күтіп отырмыз ба? Legal Department, правовой отдел берді подтверждение. Олар берді, да? А неге біздер обязательно ЭЦП-мен қол қоюымыз керек па? Немен болмай ма? Wet signature? Жоқ, процесс сондай. Процесс сондай? Да, біздер 0 церкамен солай жұмыс істей береміз. Біздің жаңа электронный акт of acceptanceға керек заттар ғой бұл, да? Да. Все. Хорошо, жақсы. Да, спасибо за поддержку. Рахмет. Я через Legal проходил, так много времени потерял. Өзің білесің ғой, салық группасы қай кезде де көмекке дайын тұрамыз. Жанаргүл? Қалайсың? Жанаргүл, не ғой, қазір мен бір КГД-ға хатқа қол қояйын деп жатырмын. Соны через документолог жіберу керек болады. Бүгін жібересің ғой, да? Исходящий номер алып. Я, сол отсканировать етіп жіберейін. Хорошо. Жақсы. Пока. ТШО-ның менің өмірімде алатын орны өте зор. 29 жыл өмірім осы компаниямен, осы кәсіпорынмен байланысты. Қазір осы қаржы бөлімінде қарапайым есепшіден салық меңгеруші, салық менеджер деген дәрежеге дейін өсіп, дәу болған жағдайымыз бар. Мен үшін осы Атырау офисінің әрбір кірпіші өте қымбат деп айтсам да болады. Себебі 10 жыл вақтылық мерзіммен жұмыс жасап, 2003 жылы біздерді Атырауға көшірген кезде осы зданияға алғаш болып келгенбіз. Біздер өзіміз ең бірінші қаржы бөліміне осы 6-шы этажды берді. Теңізшевройл Ройл мекемесі жалпы Қазақстан экономикасына 178 миллиард доллар жаңағы қаржы төлеген, тікелей қаржы төлеген. Бірінші салықтың ірі көлемде болуы, екінші салық есептілігінің салық органдарымен жұмыс жасаудың жаңағы өте прозрачный, транспарентный дейді ғой, сондай болу, осындай компоненттерінің бәрі есепке алынып, сол былтыр біздер алғаш рет ТШО мекемесі осы жаңағы ең ірі салық төлеуші деген номинация бойынша награда алдық. Өте қуаныштымыз. Қалайсыңдар? Роялти бүгін оплата ғой, да? Да, сегодня оплата, да. Қанша роялти төлеп жатырмыз? Base royalty 436 и миллионов US долларов. Incremental royalty в общей сумме 925 миллионов. Хорошую сумму мы оплачиваем бюджет. Молодцы, девочки. Хорошая оплата. 94 жылы орналасқанда вақтамен жұмысты бастадық. Сол кезде бізде қаржы бөлімінде шамамен где-то 150 адам болды. Сол 150 адамның, мен сізге өтірік айтпай қояйын, бір 40-50-і шетелдіктер болды. Қазіргі қаржы бөлімін алып қарасақ, біздерде 120-дай адам бар қазір. Қызметкерлерді негізгі өндірісте жасайтын, сосын жобада жасайтын қызметкерлерді екіге бөледі. Содан негізгі өндірісте тек қана 2 шетелдік бар. Қазіргі жүріп отырған болашақ кеңею жобасында тағы да 3 адамымыз бар. Сонда 121 адамның тек қана 5 адамы ғана шетелдік. 2003 жылы ол кезде премьер-министр Иманғали Тасмағамбетов келген. Сол кезде ол таңғалған, клейн жастар жұмыс жасайды екен мына қаржы бөлімінде деп. Қазіргі статистиканы айтып кетсем, біздерде сол 121 адамның 46-47% жастар, яғни біздерде основной костяк, негізгі құрам ол
жастарға, жас мамандарға негізделген. Осындай Теңізшевройл компаниясының іргетасының қалауына атсалысқан үлкен мекеме болып қалыптасуына көмектескен тәжірибелі маманмен жұмыс жасау біз секілді жас мамандарға үлкен көмегі тиеді және бізге бағдарын беріп өзінің даналығымен, тәжірибесімен бөлісіп отырады. 93 жылы Теңізшевройл мекемесі құрылған кезде сонымен қатар Кэлэш деген мекемеде құрылды. Ол да 50% Шеврон мен Қазмұнайгаздың ортақтасқан жеке серіктестік. Ол Лондон қаласында орналасқан. Сол ТШО-ның мұнайын сатқан, мұнай өнімдерін сатқанға счетты сол Кэлэш мекемесі қойып отырды 1999 жылға дейін. Содан кейін бірте-бірте біздер өзіміз жаңағы жас мамандар жұмысты үйреніп бәрін игергеннен кейін біз айттық, неге мына счетты біз өзіміз әкеліп Атырауда неге қоя алмаймыз, қолымыздан келмей ме деп. Сонымен 1999 жылы қазан айында мен өзімнің сол кездегі басшым Дерек Флориан екеуміз Лондонға барып жаңағы Кэлэш мекемесіндегі счет қойып отырған трейдерлермен кездесіп, үйреніп, бері қарай алып келдік те қазір бір апта жұмыс жасадық, солармен бірге үйрендік, алып келдік. Сол келген бойда біздер счеттарды өзіміз қойып бастадық. Қай жылдар екен? Сол 99-2000 жылдары біздерде программа 12 деген жоба болды. Сол жоба бойынша заводта оған дейін тек қана ШФЛУ деген мұнай өнімі өндіріліп тұрған болса, программа 12-ден кейін ТШО европалық типтегі, европалық стандартқа сай келетін бутан мен пропан өнімдерін өндіре бастады. Яғни жаңа өнім. Сол өнімдердің өзіндік құнын қалай есептеу процесін сол кезде өзіміз ойластырып, сол өзіндік құн салығын есептеу процесін енгіздік осы ТШО-ға. Жаңа алдында айтып кеттім ғой, бізге мекемеміз барлық жағдай жасап қойған, тек қана жұмыспен басың ауырсын дейді, басқа жағдайдың бәрін өзіміз шешіп береміз дейді. Бүгін бізде гибридный система болғасын, адам аз. Негізі жалпы коридорда өте адам көп, былай жүріс көп болады. Бүгін тек жұма күні болып, гибридный система болып, адам азайып қалып тұр. Кішкене шай ішіп отырып әңгіме айтайық енді, деймін ба? Ағылшынша білетін біздер жергілікті мамандардың ішінен екеуміз ғана болдық. Супервайзердің алдына барамыз, бірдеңені переводтау керек болады. Света жүр деп алып кетеді. Сөйлесіп, аударып тұрғанда мен бірден қазақша аударам. Сол кезде олар тағын қалып күлетін. Маған ол как-то, білмеймін, нормально сияқты болатын. Светлана была одной из первых, кто присоединился к финансовому отделу в ТШО со знанием английского языка. На тот момент, в 90-х годах, это было очень важно знать английский язык. И Светлана, имея лингвистическое образование, была, конечно, неоценимым кадром для финансового отдела. Вот прошло уже более 28 лет, как Светлана работает в нашей компании, до сих пор работает с самого начала в финансовом отделе. Что я могу сказать? Светлана является отличным специалистом. Ее знания процедур, процессов финансового отдела, они, конечно, являются сейчас основой для тех молодых кадров, которые присоединяются сейчас к ТШО. Светлана – это та коллега, на которую можно всегда положиться. Она всегда поделится знаниями, она всегда поддержит в персональном плане. Весь тот опыт, который она приобрела за время работы в ТШО, она всегда с удовольствием делится со своими коллегами. Девочки, қалайсыңдар? Хорошо. Гульмир, как дела?
Хорошо. Все хорошо. Обсуждаем рабочий момент. Рабочий момент, а что обсуждаете? Наташа, сен ФМТС-қа кетіп қалдың ғой уже. Ну вот, по старой памяти захожу, узнаю. Да? Все не дает покоя как-то. Все, хорошо. Ладно. Если что, дайте знать. Да, Окей, хорошо, спасибо, понятно. пока. Римочка. Привет, как дела? Хорошо. У тебя как дела? Отлично, Да? все хорошо. Да? Да. Хорошего дня. Спасибо тебе также. Мынау менің баяғы ана теңгезден келе жатырған суреттерім бар, фотоальбом. Қазір соларды жайлап қарап өтейік, ішінде қызықтыларын. Мынау ең бірінші менің осындай кабинеттерде отырдық, теңгезде вахтамен жұмыс жасағанда. Мынада көріп отырсыздар ма? Үлкен осындай нелер болды, компьютерлі болды. Б6 деген зданиеде отырдық біздер. Мынау сол қаржы бөлімінің қыздары, жаңа жылды қарсы алып жатырмыз. Ал Қазақстан Республикасы энергетика министрлігінің құрмет грамотасы ғой кезінде алған. Біздің бұрынғы әкім Ноғаевтың қол қойған 20 жылға. Мынадай ескерткішті осы ТШО 25 жыл болғанда бәрімізге беріп еді. Бәріміздің үйімізде бар осы ТШОда жұмыс жасап отырған адамдар. Ты мне лицо покажи, балам. Ой, мол, шашың тара кішкене. Бетіңді жуып жіберді, шашың тарады, ана компьютердің алдына барып отыр. Сосын позвони мне через 5 минут, хорошо? Ой, баламның телефон соғатқан сияқты. Балам. Алло, привет, мам. Ну, жаным балам менің. Алло, мам. Ау, жан. Здорово. Жақсы, өзің қалайсың? Да, нормально. Сегодня решил рано встать. Я просто хотел поздравить с Ураза. Жаным сол, рахмет, өзіңе де оразаң құтты болсын, балам. Қожа молда менің сол. Бүгін енді ораза айттың алғашқы күні ғой. Кішкене иш шығарып жіберейік. Бауырсақ пісіріп жіберейін деп. Жанұямызда 4 адамбыз. Жолдасым қазір зейнеткер. Қызым бар. Тұрмыста осы былтыр жазда ұзаттым. Ұлым студент, Англияның Лондон қаласында оқып жатыр. Бауырсақ болса жылдам жеп қоясың да, шелпек болса желінбей тұрып қалады. Біздің үйде білмеймін, басқа үйде қандай екен. Кешке қарай нан илеп қоям да, сосын таңертең осылай пісіріп алам да, жұмысқа алып барам. Жарты сағаттың ішінде кетіп қалады, кофе-румға апарып қоям, толтырып. Жарты сағаттың ішінде кетіп қалады. Оған мәз болам мен жаңағы. 8 сағат компьютердің алдында отырып келгенде кішкене мынандай дене жұмысын жасағым келіп, аздап кішкене бой жазғымыз келеді. Сон жолдасым осы гүлдерге күтім жасайды. Мен өстіп гүлдерге су құюға көмектесем. Шаршап келген кездерде бұл да бір жақсы көңіліңді басқа неге бөледі. Мынау роза деген гүлдер деймін бе? Осы қазір енді көктемнің кезі сирендер жақсы болып қалып тұр ғой. Иісі қандай күшті. Бұлар басылған кезде ана розалар жақсылап шығады. Жаз бойына әдемі гүлдеп осы жерге күшті болып тұрады. А қазір сиреннің иісі керемет енді. Гүлге су құятындар сразу біледі ғой. Мен тек ырымын жасап тұрғаным. Ай, осы дұрыс құйып тұрған жоқ. Тек сценарий бойынша істеп тұрамын ал деп. Қай, осы жерде не істейін бе? Болды, берекет. Сендерге рахмет. Күшті ойнадым ба? Өзіме ұқсаған, өспейді бойлары. Енді осындай 29 жылдан бері Теңгешевройлда жұмыс жасап жатырмын деп жатырмын ғой. Ондайға жету үшін бірінші жанұяң, отбасың, тыл жақсы болу керек.
бәрі енді осы жеткен жетістігі мен ойлаймын менің жолдасымның арқасы. Себебі ол маған сондай жағдай жасап қойды бір шетінен. Мен жолдасыма да рахмет айтқым келеді. Осындай дәрежеге, осындай менің барлық жұмысымның командировка көп, мысалы үшін біздерде жаңағы Астанадағы салық комитетіне кездесулерге, неше түрлі ассоциацияның жиналыстарына жиі барып тұрам. Сондайда ешқандай қиналмай жіберіп, рұқсатын беріп, қолдап, барлық уақытта қолдап, қолпаштап тұрады. Сол жолдасымның да арқасы деп ойлаймын осындай дәрежеге жеткен. Болды, берекет. Болды.